өлшеусіз нарқым менің, асқар тау, арқа тұтар алтын белім. Ұядан ұрпағымды шырмаққа қош келдің, айналайын халқым менің. Құрметті оқушылар, аяулы ұстаздар, қымбатты ата-аналар. Алматы қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы номер 12-ші мамандандырылған гимназияның 9-ші Е сыныбының 2019-2020 оқу жылындағы сыңғырла соңғы қоңырау атты қашықтықтан өтіп отырған сынып сағатын ашық деп жариялаймын. Назарларыңыз экранда болсын. Құрметті біздің ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Сіздерді 2019-2020 жылғы оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Әріптестер, сіздерге зор денсаулық, қажыр қайрат, шығармашылық табыс, істеріңізге сәттілік, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Құрметті 12-ші гимназияның ата-аналары, сіздерге де отбасыларыңызға амандық, өсіріп отырған балаларыңыздың болашағы жарқын болсын демекпін. Және біздің биылғы 11-ші сынып бітіретін біздің түлектер. Сіздерге алдағы сыннан жақсы нәтижеге қол жеткізіп, қалаған мамандықтарыңыздың иесі болуларына шынайы тілектеспін. Сендерге сәт, сапар, ақ жол. Құрметті ғасырға жуық тарихы бар қазақ мектептерінің қара шаңырағы 12-ші мамандандырылған Шоқан Уәлиханов атындағы гимназияның шәкірттері. Сіздерді соңғы қоңырау салтанатымен құттықтаймыз! Мектеп әкімшілігі, мінекей сендердің орталарында тұр деп санаңдар балалар. Әрине, биылғы оқу жылы бізге өзінің кезекті сыйын тартты. 4-ші тоқсанды біз қашықтан оқыдық. Қашықтан оқыту кезінде білімнен кеш қалған жоқпыз. Әрине, ұстаздарыңның арқасында, ата-аналарының қамқорлығы арқасында, өздеріңнің талаптарыңның арқасында білімдеріңде олқылық болған жоқ деп ойлаймыз. Дегенмен де шәкіртпен бетпе-бет, жүзбе-жүз кездесіп сабақ өткізу, бұл әрбір ұстаздың еңбегінің бір арман деп айтуға болады. Ұстаздың дидарын көру, одан тағылым алу, одан сабақ алу, одан өнеге алу күнбе-күн. Бұл да шәкірт үшін өте қажет қасиет екендігі де байқалды. Әрине, бүгінгі соңғы қоңырауды думандатып өткізетін уақыт келесі оқу жылында оған мүмкіндік туады деп ойлаймыз. Құрметті
мектеп бітіруші 11 сыныптың түлектері. Алдымда тұрған мақсат, тұрған таңдау деп сылтамақтық айтпақшы. Сендер аяулы мектептеріңмен, құрметті ұстаздарыңмен қоштасып, үлкен өмір жолына түсесіңдер. Сол жол сендер үшін ақ жол болсын. Екі мың 19-2020 оқу жылындағы 9-шы Е сыныбының шығармашылық жетістіктері. Масимбай Рахмена мен Машит Адия информатика пәнінен ғылыми жобадан қалалық республикалық кезеңде бірінші орын алып, халықаралық кезеңге жолдама алды. Бұл біз үшін үлкен жетістік. Қожатай аяулым қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен қалалық ғылыми жоба байқауынан бірінші орын алды. Ғалымұлы Елдос Испанияда өткен ағылшын тілі пән олимпиадасынан бірінші орын алды. Дарынды күйшілеріміз Ақтаев Махамбет пен Шарипов Мирас Испанияда өткен халықаралық байқауда бас жүлдені жеңіп алды. Дарынды шәкірттеріміз Бөшен Тауасар қалалық республикалық баскетболдан жарыста бірінші орын алды. Сыныптағы барлық оқушылар олимпиадаларға, конкурстарға қатысып, жүлделі орындармен марапатталды. Сыныпта Аяла би тобы, Тұмарлан, Айқаракөз вокалдық топтары өз өнерлерін қалалық республикалық кезеңде жүлделі орындарға ие болды. 9-шы Е сынып оқушыларынан құралған Айқаракөз және Тұмарлан вокалдық топтарының музыкалық сәлемін қабыл алыңыздар.
Шуағына